кеше жыл осы конференцияға қатысып Қарабура бабамыздың баяндама жасаған. Енді бұл Қарабура бабамыз ортақ деп есептейміз. Әлі де зерттелмеген тарихи шежірелері көп. Әлі талай дүние келу керек өмірге. Енді кеше жақсы белсенді топтар, соның ішінде қырғыз ағайындарымыз бас қосып ағайындармен бір пәтуаға келіп, үйімшілдігін көрсетіп, туысқандығын көрсетіп, кеше ЮНЕСКО-ге дейін апару керектігін тоқтап өтті. Ол деген үлкен жеміс. Ал енді көріп отырсыздар, елдің, халықтың, мынау қырғыз ағайын бауырымызға төсекте басы қосылған, төскейде малы қосылған, қоңсылас ағайынға деген ризашылығын көрдіңіздер. Қаншама марапат болды, қаншама іштей ықылас. Айтады, жылқы кісінескенше деп. Бір жыл болды, ал елдің арасындағы бауырмашылдығы көзінен көрініп тұр. Құшақтасып, бірге туғандай бауырындай қарсы алды. Оны кеше өз көздеріңізбен көрдіңіздер. Оны өздерінде бауырларымыз айтып жатыр. Ал енді лайым осындай бауырмашылдығымыз кетпесін, үйімшілдігіміз кетпесін, елге тыныштық бер, не қылып, ел аман болсын, ауызбіршілік болсын. Жұрт, бірақ осы екі елдің арасын ынтымақтасып не қылатын ақсақалдармен біздің жақсы азаматтарымыз жақсы сөйлеу керек, жақсы тілек тілеуіміз керек, жақсы сөз айтуымыз керек бір-бірімізбен. Сондықтан лайым ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр жалғасын таба берсін. Құда жекжат, жиен нағашы болып, артымыздағы өсіп білікқан балаларға тәлім тәрбие беретіндей жағдайды болды. Бұл үлкен мәселе. Құда қаласа бұл жалғасын табады. Бұдан кейін де жастар келеді. Соларға біз алтын көпір болуымыз керек. Біз айтуымыз керек. Іштегі таусылғанша, деміміз қағанша. Сондықтан жердің шалғайына қарамай, ауа райының ыстығына қарамай, мен айтарым қырғыз ағайындардың ыстық ықыласы бұл енді екі елдің нағыз достығының көрсеткіші деп білемін. Рахмет.